Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, мен Қонысбай Қарлығаш. Және мен Сырмов Алихан. Бүгін біздің сіздерге ұсынғалы отырған бизнес жоспарымыз Кейзарт қазақ бренді. Кейзарт байырғы киіз өнерін жаңаша тыныспен жандандырған заманауи бренд. Жалпы табиғи материалдан жасалған әр бұйым қазақ мәдениетінің бір бөлшегі мен табиғатпен үндес өмір салтының көрінісі. Жалпы біздің бизнес жоспардың логотипіне келетін болсақ, бұл жерде қойдың және кілемшенің суреті бейнеленген. Жалпы біздің бизнес жоспардың модульдері слайдтың әрбір бетінде жеке-жеке қарастырылған. Ендігі кезекте мақсаттарына тоқталатын болсақ, қазақтың дәстүрлі киіз бұйымдарын жаңаша стильде ұсына отырып, ұлттық қолөнерді жоғары деңгейге көтеру, экологиялық бағыттағы отандық бренд қалыптастыру. Бизнес жоспардың жалпы сипаттамасы: негізгі өндіретін өнім киіз кілемдер, текеметтер және қолөнердегі паннолар, мини кілемдер. Өнімнің негізгі ерекшеліктеріне тоқтала кететін болсақ, біріншісі бізде 100% табиғи қой жүнінен жасалады. Келесі өсімдіктерден минералдар алынған табиғи бояулар қолданылады. Экологиялық таза және ұзақ сақталатын және аллергия тудырмайтын өнім болып саналады. Көріп тұрғандарыңыздай, менің алдымда текемет және киіздер берілген. Енді осылардың жасалу жолдарына тоқтала кететін болсақ, біздегі басты өнім бұл жерде бізде қой жүні, яғни күзем жүн деп аталады. Күзем жүн дегеніміз бұл қойдың үстінде жүргенде жуылады. Яғни дайын болған жүнді біз сабаймыз. Сабу бізге бұл шаңдардан арылу үшін және төзімді болу үшін қажет болады. Солай жүн киіз басуға дайын болады. Киіз басу үшін ұзындығы 3-5 құлаш ши қажет. Ақ шиге сабылған жүнді шыбықпен шабақтап отырып, киіздің төсегін салып аламыз. Шабақталып, шиге салынған жүннің біркелкі екенін байқау үшін алақанмен басып көреміз. Жұқа жеріне жүн қосамыз, қалың жерін жұқартамыз. Содан кейін жүнді жерге тегіс етіп қабаттап жаямыз да үстіне жылы су мен сабын құямыз. Жүнді ши немесе матаға орап, домалақтап аяқпен немесе қолмен басып, тебу арқылы нығыздаймыз. Осылайша талшықтары бір-біріне жабысып, тығыз киіз пайда болады. Соңында киізді жазып кептіреміз. Біздің жобамыздың шығыны мен ақтау мерзімі. Жалпы инфрақұрылым немесе фабрика құрастыруға 2,5 мен 5 миллионның арасында қаржы кетеді. Ай сайынғы айналымға 600 мың теңге, және де ай сайын бізге түсетін қаржы 1 миллион 200 мың. Таза пайда 200 мың теңге. Ақтау мерзімі 6 немесе 10 ай аралығы. 5 жылдан кейінгі таза пайда 700 мың теңгеге дейін өседі. Өнімнің бағаларын тоқтала кететін болсақ, бізде өнімнің өлшемдеріне байланысты бағаларды өсіп отырады. Қазіргі таңда адамдардың басым көпшілігі әлеуметтік желілерде отырады. Instagram, TikTok желілерінде өнімнің ерекшеліктерін, жасау процестерін, бейнероликтерін салу бұл маркетингті арттырады. Сонымен Кейзарт жобасы ұлттық өнімді қайта жаңғыртты, табиғи өнім ұсынуға бағытталған бірегей бастама. Жоба ұлттық өнерді жаңғырту, тұтынушыларға сапалы өнім ұсыну және отандық брендтерді қалыптастыру жолындағы маңызды қадам деп санаймыз.